жоқ, алла қалап тұр ғой саған үйлену, сен өзің қаламай жатсың. Үйлен. Жасың нешеде? 25, 21 болыпты ғой, тепсің уақытын. Қазақ оның ішінде ота бересіз дейді. Оның ғұламалар айтады. Адам көшеге шыққан кезде дейді. Көшеге шыққан кезде, жаңа бауырымыз айтқандай, көзі нәрсеге түсіп кетіп жатса дейді, үйіне қайттан обратно қайтсын дейді. Үйіне кіріп суын ішіп шықсын дейді. Су ішіп шыққан екен, көшедегі фанта, кока-кола қызық қоймай қалады дейді. Шөлі қанып. Түсіндіңдер ғой, енді шөлдеп жүрген адамға кока-кола да қызық, спрайт та қызық, оған бәрі қызық қой. Бәрін ішкісі келеді. Ана да қызық, мынау да қызық көрінеді. Суға тойып алсайшы болды ғой. Суға тойып алған соң қызық емес саған. Мына жақта жылтырап жатқан нәрселер қарамайсың да, мән бермейсің. Онда ораза ұста. Расулаллах айтып отырған. Не үйлен, не ораза ұста деп отыр. Ораза саған қалқан болады дейді. Неге қалқан болады? Ораза ұстаған адам бар ғой, ше? Кеше оразада көрдіңіздер ғой, ауыз ашқанға шейін мынаны ойлаймыз ғой бәрі мынаны. Қатын қалаш қыз ешкім қарамайды да, ойламайды да. Өзіңмен өзің салбырап